Қымбатты досым, сізге бұл арна өте пайдалы болатынына сенімдімін. Сондықтан лайк басып, подписаться кнопкасы арқылы арнаға жазылып қойыңыз. Қоңырауды басып қойыңыз. Сапалы қазақ контентін қолдаңыз. Ал біз әңгімемізді бастаймыз. Сегізбай ата мейірімді, жаны жайсаң адам болған. Жас шағында жоқшылықтың зардабын көп көрген. Мал дейтін малы да жоқ, небәрі 2-3 ешкісімен күндерін көріп жан баққан. Кейде тіпті ішерге асы, киерге киімі де болмаған. Ондайда атамыз барға шүкір, жоққа сабырлық сақтаған. Өзі жармай жүрсе де, айналасынан көмегін аямаған атамызды елде ерекше сыйлаған деседі. Сол атамыз жас күнінде 28-дер шамасында. Күздің қытымыр уақыты болса керек. Әдетінше басына ескі бөрік, үстіне тозығы жеткен шапанын іліп алып, 2 ешкісін таудың бөктерінде жайып жүреді. Арасында көзімнің қарасы әнін нақышына келтіріп шырқамаса да әуендетіп қояды. Кенет алыстан бауырым деген дауыс естілгендей болады. Бірақ кең дала, өзінен басқа тірі жан баласы жоқ. Шалыс естіген болармын деп мән бермей әндетіп жүре береді. Бір кезде иығынан біреу түртеді. Артына бұрылып қараса, ақ боз аты бар, сақалы кеудесін жапқан қария келіп тұрған. Атамыз таңырқап қалады. Сонда әлгі қария атамызға қарап: «Балам, менің тісім жоқ. Үйіңе қонақ етіп тамақ бересің бе?» «Әрине ата, қонақ жай дейтін халықпыз ғой. Мына атыма да шөп бере аласың ба?» «Қам жемеңіз ата, атқа да шөп табылады». Осылай атамыз қарияны кішкентай ғана 4 бөлмеден құралған үйіне ертіп келеді. Босағадан аттай түсе күтіп отырған келіншегіне: «Қалима, құрметті қонағымыз бар. Тездетіп тамақ әзірлеп жібер», деп ішке кіріп, қарияға 4-тен орын ұсынады. Келіншегі ұнды майға қуырып, бұламық жасап береді. Бұламықты сүйсініп жеген қария: «Балам, енді атыма да шөп беріп, қарайлап қой», дейді. Сөйтіп орнынан түргеліп, «Мен енді жолға шығайын. Мына атымды саған қалдырамын. 6 айдан кейін келемін. Егер қайтып оралмасам, атты сойып ал, немесе сатып, одан түскен қаржыны қажетіңе жұмса», деп жүріп кетеді. Арада 6-7 ай өтеді. Бірақ қария сол кеткеннен қайтып көрінбеді. Атамыз ендігі жерде атты сойып, жарты бөлігін сатып, қалғанын игілігіне пайдаланады. Міне осыдан кейін атамыздың малының саны артып, күннен күнге байи түседі. Сонда о баста атамызға кезіккен қария тегін атам емес, 40-тың бірі Қыдыр демекші. Қыдыр ата екен. Мұндай бақ екінің бірінің басына қона бермейді. Жаратушы ием атамыздың пейіліне қарай жіберген екен, деген екен естіген жұрт. Содан бастап атамызды Қыдыр қонған Сегізбай атап кеткен. Кеңес үкіметінің ең бір сұрқия тұсы еді. Қазақтар арасында бай шықса мемлекет сол отбасын түгелдей жер аударып жіберетін, ал мал мүлкі тәркілене бастайды. Бұл уақытта мыңғырып бай болған, ауқатты адамдардың қатарынан орын алған атамыз осы құрыққа ілінген болатын. Атамыздың байлығы шолақ белсенділердің құлағына жетіп, Ташкентке жер аударылсын деген үкім шығады. Атамыз оны естіген бойда дереу малын сатып, одан түскен қаржысын телефон қалтамен орап, күбінің ішіне салып, бетін ешкінің майымен бүркеп қояды. Қалған жиған терген қаражатын жастықтың астына тығып, сыртын ескі құсқы шүберекпен жамап, көктетіп тастайды. Үйдің бұрыш-бұрышын тіміскілеген сақшылар өз жұмысына кірісіп кеткен. Атамыз күбінің ішіндегі майды көрсетіп: «Мына азғантай ғана майды балаларым жол үстінде азық қылар. Күбіні өзімізбен әкетуге рұқсат ет», деп сақшыларға қарайды. Мұрнын тыржитып, қатал кейіп танытқан мемлекет жағымпаздары: «Алсаң ал, мұның бізге қажеті де жоқ. Тозығы жеткен жастығыңды қоса ал», деп жастықты атама қарай лақтырып жібереді. Атамыздың да көздегені осы еді. Осылай Сегізбай атам Ташкентке жер аударылып кете барады. Анамның айтуынша атам Ташкентте аз ғана қаражатын малға айырбастап,
мал басын көбейтіп, қайтадан аяғынан тік тұрып, шалқып ғұмыр кешкен. Кейін ақталып қайта еліне оралады. Бірақ ресми түрде ақталды деген шешім бертін келе қабылданған. Атам елге оралған соң тіршілігі жалғаса береді. Әдеттегідей малын ақшаға айырбастау мақсатында базарға, сатушыларға өткізген. Кейбір кезде алушы тарап қаражаттан қиналып тұрған сәтте атамыз бір келгенде алармын деп тегін беріп кетеді екен. Бүкіл саналы өмірін халқына жақсылық жасаумен өткізген атам уақыты жетіп 80-нен асқан шағында дүниеден өтеді. Қазасын естіген қаймана қазақ егіліп, етегін жасқа толтырып, қимастықпен қоштасқан.